Мы очень рады, что тебя нашли. Достар, бүгін бізде ата-анадан отзыв. Менің атым Эльмира. Мен Нұрай деген қызымның мамасы боламын. Біз Ернар арқылы осы Стамбулға Түркия бурсалары арқылы полный грантқа оқуға түстік. Медицина факультетіне, университет Жырақ Паша. Енді біз қызымызға осы жерге қыдырып келдік, Стамбулды көрейік деп. Бізге өте керемет, ұнап жатыр. Ернар балама көп рахмет. Жолың ашық болсын. Бізге өте жақсы көмектесті. Нұрайды грантқа түсірді. Өзінің еңбегі, білімі бар. Ернардың өте қосқан үлесі көп бізге. Сол Ернар арқылы біз осы Стамбул қаласына түстік. Енді всем советую, Ернарға жүгініп жаңағы сөйлессеңіздер болады, сопровождать етеді, толық университеттің бәрі жайын көрсетеді. Біз қуаныштымыз. Саған рахмет, жұмысың жемісті, табысты болсын, жолың ашық болсын. Осындай біз сияқты студенттерің көп болсын. Амин. Бізді қалай таптыңыз? Сізді мен бір племяннигім арқылы осылай біз Стамбулға оқуға түсеміз дегенде, жаңа племяннигімізге айттық, қызым Стамбулға оқуға түскісі келеді деп. Сол айтты, осындай Ернар деген Талдықорғанның баласы бар, документ жайлы бәрін біледі, көрсетеді, осында оқиды деп. Сол арқылы тауып қуаныштымыз, что Ернарды кездескенімізге. Бізге енді 50%-не болысты десек, өтірік айтпаймын, документті 100% Ернардың жаңағы айту бойынша тапсырдық. Қызым енді өзі дайындалып, общем, Ернардың советімен бәрін өткізіп, осы Ернар көмектесті бізге. Документ жайлы, қайда бару керек, не алу керек, түгелін. Сол үшін Ернарға мен алғысым шексіз, өте қуаныштымыз. Қызымыз бізді грантқа түсіп, осындай Түркия еліне, это очень большое достижение, я считаю. Бізге ата-анаға үлкен көмек. Қандай? Толық грантта оқып жатыр. Тегін перелет, тегін тіл курстары, тегін сабақ, еще стипендия береді. Стипендия, еще тамағы да тегін, полный общежитияда барлығы. Бізге общежитияда бәрі ұнап жатыр. Сіздің болашақта балаларын шетелге жібергісі келетін ата-аналарға қандай советтеріңіз бар? Так, мен болашақта шетелге оқытатын ата-аналарға айтқым келеді. Балаларыңыздан білімге ақшаны аямаңыздар. Баланың болашағы, бүткіл ақшаңызды соған құйып, репетитордарын жалдап баланы оқытқан дұрыс, ол инвестиция. Кейін осы балаңыз шетелде оқып, дамыса, сізге оны 2 еселеп қайтарады. Жаңағы кішкентай кезінен бастап ағылшын тілін, басқа қосымша сабақтардың бәріне бару керек. Бала тіл үйрену керек, білу керек. Жаңа шетелге шығып, шетелден жаңағындай керемет білім алып келіп, біздің Қазақстанды көркейтіп атса, мысалға, сізге де жаман болмайды. Ол бәрі қайтарылымды ақша деп ойлаймын. Сол үшін ақшаларыңызды аямаңыздар балаларыңыздан. Инвестиция жасаңыз, балаңызға құйыңыз, балаңызды оқытыңыз, дамытыңыз.